Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін таңғы асқа шайға іше бергенге үй жағдайында оңай торттың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен бізге 5 жұмыртқа қажет. 5 жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысымызға жарып салып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де қантымызды саламыз 1 пиаладай. Жақсылап қантымыз ергенше бенчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Және де әселімізді де салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Ас содасын саламыз. 1 шай қасық. Тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Содан кейін ұн илегіштен өткізілген ұнымызды салып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Алғашында лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Кішкене қоюланған кезде қолменен қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақтау болу қажет. Дәл видеодағыдай қылып илейсіздер. Одан кейін азын-аулақ 2 ас қасықтай сұйық май құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей осылай қамыр дайын болды. Табамызға осылай майлау арқылы жайып алатын боламыз. Менде бұл жерде 3 коржик шықты. Кремі кез келген крем жасай берсеңіздер болады. Мен сүттен қантты және ұнды араластырып крем жасадым. Қаймақпен де жасай берсеңіздер болады. Сүтке қант, ұнды араластырып, газге қойып, бір қайнатып алатын боламыз, кішкене қоюланғанша. Осылай бенчикпен араластырып отырамыз, қоюланғанша. Газымыз орташа болу қажет. Мінекей осылай қайнаған кезде қоюланады. Сол кезде газдың астын өшіріп, суытуға қойып қоямыз. Піскен коржиктарымызды осылай форма болса, болмаса тарелкаменен кесіп алсаңыздар болады. Осылай дөңгелек етіп, 3 коржикті да кесіп алдық. Енді құрастыратын боламыз, жинастырып. Бірінші коржыға жақсылап крем жағып аламыз. Кремін жақсылап жағып алдық. Содан кейін екінші коржикті де бірінен соң бірін қойып, осылай кремдерін жағып, жайғастырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ коржиктардың бірі. Осылай тортымыз дайын болды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.